Мен осы нәскилерім аяғы бар ма, бірдеңе осы қаяққа қойдым мен. Қойған жоқ. Не істеп жүрсіз? Ой, қызым, не істейді бәлкім? Нәскиім жоқ, азанданып қойып қойғам ғой. Дұрыстап көрген бе едіңіз? Көрдік қой, жоқ қой. Қасында 5000 теңге тұр еді, болды. Қайда еді? 5000 теңге дейсіз ба? 5000 теңге тұрған ғой. Қасында ма еді прям? Қойған мен қасында. Папанда сіз келсеңіз, сіз отырыңыз, қазір сіздің қызыңыз тауып береді. Ой, жаным, сен тапсаң тауып берші, соны сөйтші айналайын. Азаннан бері, бағанан бері таппай жүрмін. Осы сендерді не әдет азанмен душ деген? Ауырасыңдар ғой айналайын-ау дала деген қақаған қыз. Енді әбіржім жүрмейтін шығармыз. Басыңа қалпақ киіп шықсай, сен қазір мынаны кептірмей шығасың ғой. Мақыл. Айтқанды тыңдамайды, қалпақ та кимейді. Мынау апа? Ойбай, қаяқта тұр мынау? Ой, папа, сіз өмірі дұрыстап көрмейсіз ғой, тұрғаны жерде. Жаным, айнен рахмет, осы сен болмасаң, ана екеуі ойламайды. Ойлайтын, бояну, шубаму басын. 5000 теңге шығып қойғансың да? Білмеймін, мамаң ап қойған ойдым, жоқ қой. Тұлпай, пап, сол үшін іздесем мен? Ойбай, мен қойып қойдым, мамаң ап қоймайды ғой, мамаң білесің ғой. Сумаң, қалтамыз тиынымыз қайын сыпыр болады. Клиенттерге тиын таппай отырасың. Енді мен кілтімді іздеймін. Кілтімнің қасында 10 000 теңге тұр еді. Қызымен кешегі жігіт не болды? Өздерің ұнатпадыңдар ғой енді? Енді біз сені ойлап айтып жатырмыз ғой, жақсы жігіт болсын деп. Ой, мам, бұның мінезіне шыдағанша, даладағы суыққа шыдай салған артық қой. Сен тыныш отыршы, жағаласпай. Бір жігіт бар. Жақсы. Тура біздің отбасымыз сияқты қарапайым. Тағы кім ол? Ауылда Асқар ағаң бар ғой? Соның баласы бар. Вот міне, жігіттің сұлтаны көрістірдік қой біз олармен. Ол менің кішкентай ғой. Немен? Маған жігіт іздегенді қойыңыздаршы. Жарайды, мойындай, менің жігітім бар. Бүгін кешке келіп таныстырам. Қазір жұмысқа кешігіп жатырмын, кету керек. Қызым, сен жұмысқа ғана емес, тұрмысқа да кешігіп жатсың ғой. Боп, мам, давайте онда. Қызым, сен де... Алло, Қанат, қалайсың? Жақсы шүкір. Не ғой, бүгін кешке боссың ба, бір өтініш болып тұр еді. Онда қазір жолға аламыз ба, ақылдасып алу керек еді. Болды, қазір адрес жазып жіберемін, ма? Сәлем. Айтпақшы киіндеу кезім болмай ма? Не үшін? Көйлегім жыртылып қалған. Ой, ештеңе қылмайды, жүр. Қазір. Сәлем бер. Ал балам, атың кім? Есімім Қанат. Әке шешең бар ма? Үйде анам және қарындасым. Ой, кешір. Әкем жұмыстан соң келеді. Сенде бәрі дұрыс па? Иә, дұрыс. Көйлек жыртылып қалған сияқты. Жыртылып қалған көрініп тұр ғой. Бұл жаңа ошаққа келе жатып, бір балалар талдан мысығын ала алмай жатыр екен. Соны көмектесіп алып берген едім. Осындай болып қалдым. Анау жаралы сезім ғой. Иә, қазіргі мышықтар бұзылған. Талдың басына шығып алады. Біздің кезіміздегі мышықтар қандай? От мышық еді. Мияу деп тұратын бар ғой. Қойшы сенің кезің. Қалайсыздар? Қызым, қалайсың? Кім аяқ тасып жатқан? Менің аяғым емес, мен үйден шықпаймын ғой. Менікі де емес, мен жаңа нәскиімді жаман болып тұрмын, новый. Аяғым өмірде сатылмаған. Сізден ба шығып жатқан? Мен рұқсат болса мен жүре берейін. Жұмыстарым бар еді. Сау болып тұрыңыздар. Жақсы. Тыныш отқанда айналайын, осындай жерге жуынып келмей ме адам өзі? Мен мұсыр топ бергесіңдер ма дейін деп отырмын. Мен де сөйтіп ойлап Сасып. Ой, ренжімеш, ол өзі сондай. Қалай ренжімейсің? Күні бойы жаяу жүресің. Қарда, жаңбырда жүресің. Одан кейін қалай аяғың сасымайды? Зато күшті ойнап шықтың, кешке ақшаң салып жүрем ғой. Керек емес ақшаң. Неге? Жаңа нәски аласың ғой? Одан кейін бар ғой, сіңлің маған үйтіп сөйлемей-ақ қойсын.
сазыма келмейді. Қызым, енді көпшілік өзінше өйтіп айтпай ұят болады. Ой, мам, ол өзі ұялмай ма? Аяғын жумай келуге. Күнде не арасында өзінің иісі сондай шығар ғой. Бүгінгі кастинг бітсе, мен кеттім таксовать етіп кетемін. Ана 2 литрлік баклажкалар жеп, қаяқтан тұр, ана өткенде әкеге ыстық су құйып алайыншы мен ана машинаға. Терезесін мұз қатып қалған. Жоқ, қызым тауып бер. Кеш кейін қойып қайтайық ақшаны. Ана ертең кредит келеді ана айфондарын.